Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртаза заң мемлекеттің 9 қабат тор көзді сауыты деген еді. Расымен тәртіпке бағынған құл болмайды. Әйтсе де айтылуы тиіс ақиқат бар. Қарапайым халық міне мынадай погон тағып, форма киген полиция көрсе үрке қарап, қорқақтап тұратыны жасырын емес. Құқығыңды қорғайтын адам көзіңе құбыжық болып көрінетіндей не жамандық істеп қойып еді олар бізге. Жалпы халық арасында полиция қызметкерлеріне деген кері көзқарастың қалыптасуына не себеп, не түрткі? Бүгін осы жайында айтамыз. Президент полиция елді жазалаушы емес, керісінше халыққа көмек көрсетуші болу керек деген еді. Тіпті Германия, Грузия мемлекеттерінің полицейлері қалай жұмыс істейтінін, олардың пара алмайтынын, көшеде тұрмайтынын да мысалға келтірген. Басқаның артықшылығын өз қажетімізге жарата білген жақсы. Десе де бізге өз менталитетімізге сай құқық қорғау органдары мен халық арасындағы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыратын уақыт жетті. Себебі полиция туралы жұрттан сұрасаң жұмған аузын ашпайды, ат-тонын ала қашады. Қалыңыз қалай? Бір сұрақ. Полиция қызметкерлерінің қызметіне көңіліңіз тола ма? Олар маған қазір немене керек емес, 70-тен асқанда. Жалпы өзіңізді қауіпсіз сезінесіз ба? Жоқ, сезбеймін мен өзімді. Мен шамам бар ғой, бір жігітке жетеді. Жоқ, жалпы полиция олар бәрі маған ешқандай көмектеспейді ғой, не керек ол? Жауылып отса. Қазір айтамыз аға. Қазақстанда өзіңізді Елбасы қауіпсіздік тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі. Сол үшін ішкі істер органдарының жұмысына терең және сапалы өзгерістер қажет екенін ескерткен. Осы мақсатта 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырылған жұмыстар оң нәтижесін береріне сенім мол. Біздің қызметкерлердің халықпен ара қатынасы ең басты мәселе. Халықпен кері байланыс. Сіз мысалы келген кезде бізге полиция органдарына сіз сезінуіңіз керек, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отырған осы біздің полиция екендігі. Сондықтан да осы бағытта қазір ең бірінші өңірлердегі барлық полиция басқармаларында фронт офистер ашылып жатыр. Ол сон үлгісінде. Костюммен қарсы алады біздің полиция қызметкерлері. Барлық осы жылдың маусым айына дейін 300-ден астам біздің барлық аудандық, барлық облыстық басқармалардағы мекемелерде ашылып, халыққа қызмет көрсететін болады. Құрметті көрермен, дәл қазір Астана қалалық Сарыарқа аудандық учаскелік полиция қызметкерлерімен бірге белгіленген әкімшілік аумақтағы халықпен кездесуге бара жатырмыз. Яғни шын мәнінде жұмыс барысы қалай болатынын қазір өз көзімізбен көретін боламыз. Содырды соттау оңай, ұстау қиын мына заманда қылмыстың алдын алу шаралары күні бұрын жоспарланып, тексеріс жүргізіледі. Тұрғындардың арыз шағымын тыңдап, тиісті шаралар қолданылады. Астана қаласында жұмыстарын жақсы істеп, жақсы нелерді атқарып жүр деп ойлаймын милициялардың, полициялардың. Біздің олардан қорқып, бір нәрселерден не қылмауын керек емес, шақыртсаң уақыттарында келеді. Біздің қауіпсіздігімізді бәрін қорғап жүр деп ойлаймыз. Сену бар жерде сол сенімді ақтау бар. Халықтың өзін қауіпсіз сезіну үшін алдымен мұз жастанып түн қатқан тәртіп сақшыларының еңбегі бағалану керек. Елбасы халықпен жұмыс істеудің жаңа заманауи форматтарын енгізіп, полицияны бағалаудың критерийлерін түбегейлі өзгерту керектігін айтты. Енді әр адам осы бастамаға үн қосып, тыныштығымыз бен қауіпсіздігіміздің күзетшілерін құрметтеуді өзімізден бастауымыз қажет.